Қазақстанның танымал әншісі Қайрат Нұртас 11 жасқа толған кенже ұлханға үлкен сый жасады. Әнші ұлына салоннан құны 35 миллион теңге тұратын су жаңа көлік әперді. Бұл қуанышты сәтті Қайраттың анасы, белгілі продюсер Гүлзира Айдарбекова Instagram парақшасында жариялады. Ол немересінің қуанышына ортақтасып, "Ханды құттықтап қойыңыздар, көлікті болды. Папасының да, анасының да қолдары тимейді. Енді өл жүргізушісі таситын болды" деп жазды. Әлеуметтік желіде Нұртас Айдарбековтың 11 жасар немересін құттықтап көрімдік беріп жатқан сәттері де тарады. Жұлдызды жанұяның қуанышы көпшіліктің назарын аударып, желі қолданушылары түрлі пікір білдіруде.